Ал сіз өзіңіз вакцина алдыңыз ба? Сен не деп жатсың деген сияқты. Мәжіліс депутатының айлығы қанша? Құранға қолымды қойып тұрып айта аламын. Біз қазақ тілін дамытуымыз қажет. Мәдениет министрге қарағанда көбірек істеген сияқты. Жетімдер үйінде болғанымда біз енді бір қызық жағдай болды. Бірде бір интервьюда берген жоқ, мүмкін осы эксклюзивті болатын шығар сіздерге айтатыным. Бәріне сәлем, бұл жақсы болады арнасы, сіздермен әдеттегідей мен жақсы болады. Бүгін өздеріңіз сұрағандай қазақша сұхбат. Қонақта мәжіліс депутаты Геннадий Геннадьевич Шиповских. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Енді қайырлы кеш деген дұрыс шығар. Қайырлы кеш деген дұрыс шығар. Бірақ қай уақытта көрсеңіз де қайырлы күн. Енді Геннадий Геннадьевич кішкентай кезімізде қонақ келгенде сұрайды ғой, қонақтар өскенде кім боласың дейді. Біз президент боламын, депутат боламын деп айтамыз. Қазір міне депутат ретінде, депутат мысалы таңертең оянғаннан бастап күнделікті өзіңіздің жоспарыңыз. Депутат не істейді? Бізде сол қарапайым жұмыс кестесі, кәдімгідей. Бұл енді таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін, енді кешкі 18:00-ге дейін, осы 24 сағаттық уақытпен алатын болсақ. Енді оның ішінде біз енді 9-да барып тұрмаймын, мен өзіме келетін болсам, мен әрине енді көбінесе 8-ден 40, 8-ден 45 кеткен кезде таңғы мен жұмыста болып отырамын. Өйткені неге десеңіздер, енді алдына ертерек барып, түрлі жаңалықтардың дайджестін қарап, не болып жатыр әлемде, бүгінгі таңда ахуал қандай деген сияқты. Не болып жатыр, кім не деп жатыр, кім не депті деген сияқты. Енді одан кейін әрине кешке дейін айтатын болсақ, енді бұл 18:00-де қатып қалған уақыт емес, кейде оның үстіне жұмыс көбейіп кеткен уақытта біз әрине мына 18:30 кейде 20:00-ге дейін отырып қалатын кездеріміз болады. Одан кейін енді әртүрлі жұмыстың кестесіне қарай былайынша. Ал негізі енді жұмыс кестеміз келетін болсақ, енді бұл 5 күндік жұмыс, сенбі жексенбі біз демаламыз. Алайда бірақ сенбі күнде кейде жұмысқа баруға тура болып қалады, өйткені кейбір заңдарға бір жалпы жұмыс тобының ішінде бір үлкен бір таблица, яғни кесте толып кеткен кезде, өйткені әрбір заң жобасында өзінің кестелік бар. Оның ішінде әрбір позиция, әрбір бап. Мысалға, оның ішінде бір бапта жазған кезде ол жалпы сол позицияның ұсынысы, одан кейін өзгертілетін негіздемесі, одан кейін бұл алдағы уақытта не береді деген сияқты тағы да бір таблицаның кестесі тұрады. Сондықтан да ол әрбір таблицаның кестесіне қарай біз қараймыз, қалай өтеді, ол не қылады дегенде. Ал былайынша енді өздеріңізге мәлім, сол аздан кешке дейін бізде түрлі мынау комитеттің отырыстары, оның үстінен жұмысқа барған кезде әрбір сәрсенбі күні негізі білетін шығарсыздар, бізде жалпы отырыс болады мәжіліс парламенттің. Ал енді ол сенатта мысалға бейсенбі күні болса, бізде сәрсенбі күні өтеді, яғни аптаның 3-ші күні. Сөйтіп біздің жұмыс тәртібіміз солай, жалпы қысқа нұсқа айтатын болсақ енді. Бұл актуалды тақырып. Сіз экология және жер пайдалану комитетінің мүшесі. Жер емес, геология пайдалану, жерге байланысты бізде ауыл шаруашылық комитеті жауап береді негізі. Осыған байланысты соңғы уақытта мысалға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында елімізде болашақта атом электр станциясы салыну мүмкін деген бір жаңалық ретінде айтты. Қарастыру мүмкіндігін айтты. Енді осы комитеттің мүшесі ретінде, жалпы депутат ретінде осы тақырыпқа көзқарасыңыз, оның эффективтілігі, қауіпсіздігі бірінші кезекте және тағысы. Енді сұрағыңызға рахмет. Расында да мынау мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің осы 2021 жылдың қыркүйек айындағы өткен халыққа жолдауында айтқан болатын. Яғни осы алдағы уақытта елімізде күш қуаты 2400 мегаваттқа жақын дүние осы энергетика дүниесі іске қосатын болады деген сияқты. Яғни оның ішінде атом электростанциясы да бар. Мен әрине бұл нәрсені қолдаймын, неге десеңіздер, өйткені бұл дүниеге енді президент мырза өзі 1 жыл уақыт берді. Алдағы уақытта осы қоғамдық талқылау жасап, жаңағыдай қай жерден салынады, не қылады. Бірақ менің айтатыным, бұл жерде енді түрлі қазіргі осы сіздің YouTube каналыңыз көріп отқан жұрттың да былай жұрттың түрлі ойлары пайда болуы мүмкін, терісі де бар, керісі де бар дегендей. Менің ойымша ол таза энергетиканың көздің бірі. Әрине қазір көптеген жұрттар айтуы мүмкін, кезінде Чернобыльдағы болған жағдай, одан бөлек мынау Фукусимадағы болған жағдай, яғни бірақ әрине олай болып қалды деп біз тоқтауымыз қажет жоқ қой. Мысалы қазір біз алатын болсақ, бір ғана Алматыны алатын болсақ, болмаса осы Нұр Сұлтан қаласын алатын болсақ, қыстың күні өзіңіз де байқайтын шығарсыз,
кейде түтіннен көз ашпай жатамыз. Ал енді ол смогтың бәрі адам ағзасына өте зиян. Оны білесіздер өзіңіз, өкпе ауруларына шалдықтырады, одан түрлі жаңа бронхиті бар, туберкулезға дейін кетіп қалуы ықтимал. Сондықтан да оның эффективтілігін жан-жақты қарағанымыз абзал деген сияқты. Әрине, ол жоба іске асқаннан кейін ол жерге мен деген мықты ғылымдар бару керек. Яғни ол жаңағы сонау фундаментінен бастап, ол жаңа құрылысы аяқталғаннан кейін ол функционалды түрде жұмыс атқаруына байланысты қадағалайтын мамандар болу керек ол жерде. Жақсы жаңағыдай шетелге барып өзінің жаңағыдай тәжірибе алмасу жұмыстарын өткізгенде, өткені біз енді кезінде басқа да көршілес мемлекеттерде болған жағдайда біз қайталамауымыз қажетпіз. Бірақ оның әрине алдын алуға болады. Енді жолдауды қозғадық қой. Жалғастырсақ, менің өзім міндетті көрдім жолдауды, себебі енді менің каналым саяси 50%. Сондықтан жолдауда ең бірінші көзіме түскені, есімде қалғаны, ол 42.500-дің 60.000 теңгеге өсуі. Яғни ең төменгі жалақыны айтам. Өзіңіз кезінде депода істедіңіз, теміржолшы болдыңыз, машинист болдыңыз. Сол кездегі теміржолшының айлығы қанша болды? Енді бұл теміржолшының айлығына келетін болсақ, бізде теміржол саласында түрлі сала бар. Енді мен мысалға кезінде қаншама мысалға ПЧ жаңағы бөлімшесінің, яғни путеистер мысалы ПЧ дейтініміз қысқартып, ол бөлімнің қанша адамдары қанша айлық алды. Мен ол бойынша айта алмаймын, бірақ мен таза өзімнің мысалға Қазақстан темір жолындағы мысалы ауыл локомотив кезінде болған қазіргі жүк тасымалдау акционерлік қоғамы, ұмытпасам қазіргі жолаушылар тасымалы, бірақ ол бөлек, негізі бөлек компания жолаушылар. Қазір жүк тасымал компаниясы ол бөлек, өткені кезінде екіге бөлінді. Енді мен ол кезде біз жұмыс істеп жүрген кезде ол бір компания тұғын, барлығы өткені осы жолаушыларды таситын, жүк таситын. Әрине жүк тасымалдаушы пойыздың айлығы қашанда үлкен болады. Өткен неге десеңіздер, бұл жерде бір темір жолда қатып қалған айлығы жоқ. Мысалға, егер сіз бір айда 110 мың алсаңыз, келесіде 110 мың аламын дейтіндей, ондай жоқ. Ол мысалға сізді қалай нарядчик шақырады, яғни кесте белгілеуші дейміз ғой қазақша енді. Ол шақырған кезде сізді мысалға пойыз салмағы қанша вагоны бар, ол барлығы наряд бойынша беріледі. Қанша айда сіз сағат істейсіз, соған байланысты. Енді сөздің шыны керек, КПД дейміз ғой, мысалы, коэффициент полезного действия деген сияқты, сол дүниеге шамалы сәйкестігі бар. Енді өзімнің айлығымен келетін болсақ, кезінде жұмыс істеген, енді бұл 120-130 мыңның көлемінде болды. Яғни барлығы жаңағы экология, жауапкершілік, қауіпсіздік барлығын қосып KPI шығады. Бір KPI шығады. Ендігі жағдайда, енді өзім жас отбасы ретінде мазалайтын сұрақ. Жастардың арасында хит болған, енді сөз жоқ, хит болған программалардың бірі ол 7-20-25, баспана хит. Көп жас отбасы осының арқасында шыны керек үйлі болып қалды, баспаналы болып қалды. Жолдауда мемлекет басшысы осы жылы аяқталады деген хабар жеткізді. Осы бағдарламалар, бірақ орнына басқа отбасы банктен бір бағдарламалар болады деді. Бірақ әзірге ешқандай нақтылық жоқ. Соған енді бізді жастарды, жас отбасылардан мазалайтын сұрақ, ол былайша айтқанда, орысша айтқанда шило на мыло болып қалмай ма деген сөз ғой. Мен сізді өте жақсы түсініп отырмын. Әрине, бұл тек қана сізді емес, менің ойымша көптеген адамдарды ойға салатын дүние. Бұл не болады, ары қарай не істейміз, не қыламыз деген сияқты. Бұл жердегі бірінші айтылатын нәрсе, егер де сіз мынау жолдауды нақты дұрыстап тыңдасаңыз, бұл жерде айтылған, жаңағы өзіңіз айтқандай баспана хит, сондағы 7-20-25 бағдарламалар жабылудың аясында жақындады. Бірақ егер де кезінде бізде бағдарламалар өте көп болса, жан-жаққа кететін мысалы. Кейде өзіңіз түсінбей қаласыз, мысалы, бір жерге баратын болсаңыз, кейде түсінбей қаласыз, түрлі бағдарламалардың несі. Жарайды, енді сіз өзіңіз айтқандай, жаңағы өзіңіз YouTube каналыңыз 50% саяси, яғни сіз көп дүниеден хабарыңыз бар, сіз қарап жатасыз, теледидар дүниені көресіз. Ал кейбір жұмысшы кісілер бар, олар бойынша олардың мақсаты тек қана үйлі болсам болды дейді. Дұрыс па? Олар жаңағыдай қандай мына бағдарламаның осындай жеңілдігі ма, мынандай ма деген сияқты. Бұл жердегі ең басты мәселе интеграцияда. Интеграция дегеніміз білесіз, ол біріктірілетін нәрсе, және де бір терезе қағидаты бойынша жұмыс атқарылатын дүниелер. Оның ішінде тағы да ұсынылатын, әрине, бұл енді басты оператор отбасы банк болатыны анық. Өйткені енді бұған дейінді отбасы банк өзінің жақсы көрсеткіштерін көрсетті. Бүгінгі таңда көптеген қарапайым халық болсын, басқа дәреженің адамдары болсын, осы төменгі жаңағыдай санаттағы кісілер болсын, олардың барлығы бүгінгі таңда отбасы. Кезіндегі Жилстройсбербанк, бұрынғы, қазіргі енді отбасы банк бүгінгі таңда өз жақсы нәтижелерін көрсетті. Алайда бұл жерде тағы да бір жақсы нәрсе қосылатын, егер де өзіңіз де байқасаңыз, бұл зейнетақы қорындағы ақшаны аудару. Менің ойымша бұлды
жалпы тек қана жас отбасыларға емес, сондай-ақ мынау орта жасқан асқан буынға да, орта жасқа жеткен буынға да өте жақсы жаңалық. Өйткені енді қаншама енді өзінің зейнетақылық жинақы болғаннан кейін осы ақшаны өзінің төменгі порогын қалдырып, қалған ақшаны мынау шотқа аударғаннан кейін, есеп шотқа аударғаннан кейін ол алдағы уақыт үйлі болуға да мүмкіндік туады. Менің ойымша бұл да бір жақсы дүниенің бірі. Мынандай сұрақ, өзіме өте қызықты сұрақ. Әлеуметтік желілерде, мен ойлаймын, біздің көрермендер де көрген шығар ол видеоны. Түрлі пабликтерде, Instagram, Facebook бұл жерде жүрді. Просмотрлар көп болды, ол сөз жоқ. Бір отырыс болды мәжілістің. Мәжіліске сол кездегі Нацбанк төрағасы Данияр Акишев келді. Ол кісі қазақша жауап беруге тырысты, бірақ өзі орысша сөйлейтін кісі ғой деймін. Сөйтіп сіз оған сұрақ қойдыңыз. Қазір көрермендерге де вставкасын қоя аламын, көру үшін, естеріне түсіру үшін. Сіз оған қазақша сұрақ қойдыңыз, ол кісі түсінбеді ма, әлде қазақша жауап беруге деңгейі жетпеді ма? Масқара болып қалды. Шыны керек, масқара болып қалды. Оны жаңағы мәжіліс төрағасы да бетіне басып айтты. Сіз де қанағаттанған жоқсыз соның жауабына. Сөйтіп, мынандай сұрақ. Сол кісі, Данияр мырза, сізге одан кейін хабарласып бір сұраған жоқ па, неге үйттің, ты меня подставил деген сияқты? Жоқ, ондай ешқандай дүние болған жоқ, өйткені оның барлығы жұмыс моменттер негізінде. Қай бір әкім болсын, аудандық әкім болсын, облыстық әкім болсын, министр болсын, вице-министр болсын, өзіміздің әріптестеріміз болсын, халыққа түсінікті болу үшін қарапайым тілде жеткізу қажет. Ақты қараны қара қылып түсіндіретіндей. Мен оның өзімнің ұстанатын қағидам. Ал енді бұл жердегі біздің парламент мәжілісінің спикері Нұрлан Зайроллаұлы Нығматуллин әрине ол да ашынды, өйткені ол кісі де түсінбеді, өйткені ол кісі де өте білімді зиялы қауымның мүшесі, бірақ айтылған сөздің мән мағынасы болмағаннан кейін сен не деп жатсың деген сияқты. Өйткені бұл жерде бұл жаңа Данияр Ақышевты жек көргеннен емес, жаңағы ойбай сен бізге келдің деп оны ұрып соққаннан жыққаннан емес мәселе бұл жерде шығып тұрған. Мәселе бұл жерде шығып тұрған халықтың түсінуі. Халық не болып жатқан, парламенттің қабырғаларында қандай заңдар талқыланып, не болып жатқан, қай жақта алыс болып жатыр, не болып жатыр деген сияқты, неге рұқсат бар, неге рұқсат жоқ екенін білу қажет. Бар мәселе сода туындаған. Ал әрине енді бұл жердегі енді хит болып кеткен, бұл жерде біздің кінәміз жоқ. Жай ғана бұл бір жұмыс моменттер болды. Ал енді мен сізге айтайын, дәл ондай моменттер бізде жұмыста өте көп. Негізі өзіңізді депутат ретінде, каникул басталды депутаттарда. Каникул басталғанда көбісі емес, енді барлығы аймақтарға барады. Жаңағы сайлау алды кезінде де барлығы аймақта жүрді, ауылдарға барды деген сияқты. Немесе бір жаңа ғимарат ашылса, соң ашылуына барады деген сияқты. Көп жерлерде сөккен емес, кейбір депутаттардың келіп, енді ол халық таңдауы ғой, ол кісі халықтың таңдаған адамы басты төменге түсірмей, қасында адамдарды көрмей жүретіндер бар да. Сізді мен кәдімгі халықтың арасында барған кезде, сол халықтың адамы ретінде баратын депутат деп білем, жеке өз басым. Сондықтан келесі сұрағымда, қазір 21 ғасырда енді оған ренжімейтін заман болып кетті ғой, барлығы осындай, барлығы ашық. Ғаламторда да бар негізі сол ақпарат, бірақ өзіңізден жеке сұрағым келіп отыр. Қазіргі мәжіліс депутатының айлығы қанша? Рахмет, сұрағыңызға, ол өте орынды сұрақ. Сондай-ақ өздеріңізге де мәлім, кезінде елбасымыз да айтатындығын, біз қашанда транспаренттікке жақын болуымыз қажет деп. Мен бірақ қазіргі айтатын ақпарат меніңше көптеген адамдарға таңғалатын дүние болып қалуы мүмкін. Мен мысалы бүгінгі таңда алатын айлығым 600 мыңның ұяқ-бұяғы. Негізгі айлығым. Бізде жұмыста егерде қарайтын болсақ, осы парламент мәжілісі болсын, сенат болсын, айлық дүниесі ол сіздің жұмыс өтіліңізбен қаралады. Яғни горячий стаж деген сияқты. Мысалға бізде кейбір кісілер бар, мысалға 25 жыл, 30 жыл кезінде 40 жылға дейін жаңағы жұмыс істеген кісілер болды. Енді мемлекеттік салада болсын, одан бөлек жаңағы өзінің еңбек кітапшасына жазылған деген сияқты. Әрине олардың айлығы жоғарылау болды. Бірақ мен олардың айлығын қанша алатынын мен білмеймін, қолым бірақ өзіме келетін болсақ жеке. Бірақ мен сіздерге тура айта аламын. Бүгінгі таңда енді түрлі бізде осы ғаламторда да әлеуметтік желіде жүр ғой, депутаттың айлығы миллион деген. Ондай ақпарат жалған деп мен сізге 100%-бен, егерде осы жаққа Құран кітапшасына келіп келсең, мен Құранға қолымды қойып тұрып айта аламын. Болмаса нан қойсаңыз да жаңағы енді қазақшылықпен айтқанда ғой, мысалы симбиация жұттар. Ондай айлығы жоқ.
бар ондайлық, бірақ басқа мекемелер, ол енді квазимемлекеттік секторлық дүниелерде, мен айтпай ақ қояйын қандай мекеме екенін, бірақ олар көбісін біледі. Көптеген әртүрлі, кейбір мысалға біз айтатын болсақ, қазір кейбір блогерлердің өзі бізден көп айлықтар алады. Мысалға жалпы айтқанда. Салыстыруға олардың айлықтары. Мысалға видеоблогерларға айтатын болсақ, енді әрине мен түсінемін, ол бейнет, ол еңбек, ол ақпаратты жинау. Мен мысалы өзімде кейбір блогерлерді жақсы көремін. Мысалы, бірақ мен көбінесе жаңа көретін, білетін шығарсыз, білмейсіз ба, Топлес деген блогер бар. Мен үнемі, өйткені мен өзім ғылыми дүниені жақсы көремін, өте қатты. Ғылыми жаңағы фантастикалық, болмаса жаңағыдай түрлі анатомиялық дүниелер деген сияқты, биологиялық дүниелер, жалпы айтқанда ғылым дүниесін мен өте қатты жақсы көремін өзім. Топлес бар, сосын жаңағыдай Утопия шоу деген бар, Топа деген білетін шығарсыздар. Енді олар ресей тілдік блогерлер, бірақ өте көптеген нәрселерді, мысалы, тарихи мағлұматтарды білуге болады, мысалы. Немесе қарағандылық біздің бір ютубер бар, Саспенс деп аталады канал, қателеспесем. Айына соңғы ақпарат бойынша, қателеспесем, $70,000 табады. Барлығы еңбек. Бұл қазақ тілді блогер ма? Жоқ, ол қазақ тілді блогер емес. Ресей тілді. Жалпы СНГ-ға. Жоқ, орыс тілінде ғой. Орыс тілде оңайырақ енді монетизация жасаған. Енді мынандай сұрақ, кішкене өзіңізге жеке жұмыстан кішкене өттік қой. Өзіңізге келетін болсақ, қазіргі тағдырыңызға ризасыз ба? Аллаға шүкір. Мен бір сөзбен айта аламын, ең басты, мына жердегі барлық айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені барлық дүниелер менің өміріме қатысты ғаламторда бар деп ойлаймын. Енді оны қайта айта бергенде енді мазасы қашады дейді ғой, енді айта берген нәрсені. Негізі Аллаға шүкір. Аллаға тағалаға мыңда бір шүкір. Бүгінгі таңда әйтеуір өйстіп, елдің арасында жүріп, елдің алдында жүріп, жаңағыдай өзімнің халықтың маған сенген бүгінгі таңда мандатын адал атқаруыма жүргеніме мен ең бастысы әуелі Аллаға, одан кейін халқыма ырзамын. Балалық шағыңызды еске алатын болсақ, біріншіден екі сұрақ, ол біріншісі мемлекеттік қызметші боламын деп ойладыңыз ба? Екіншісі, қателеспесем, сіз балалар үйінде тұрдыңыз. Қанша жыл немесе ай? Расында мен енді біріншіден айтатыным, мен өйтіп мемлекеттік қызметкер, саясаткер боламын деп ойламаппын. Бірақ білмеймін, бала кезімнен осы жалпы сахнаға, сондай түрлі дебаттарға өзім жақын болдым, түрлі дүниені айтуға, бір жаңағыдай КВН саласына өзім жақын болдым, жайдарманға, мысалға. Енді мен кезінде өзімнің арманым, мен ұшқыш болсам ба деген тұғым. Өте ұшқыш болуға армандадым, расында бала кезімнен. Бірақ енді өкінішке орай, енді өмір солай болғаннан кейін ба, енді тағдырдың аты тағдыр. Енді өзім жетімдер үйіне түскеннен кейін, орысша айтқанда не да болып кетті. Сөйтіп енді бірақ сол арманның жартысына жеттім. Мен енді самолеттің пилоты болмасам да, бірақ тепловоздың пилотына айналдым, машинист болдым. Шүкір, мен онымен мақтанамын. Бүгінгі таңда мен өзім алғашқы еңбегімді, жаңа еңбек ақымды, жалақымды алған жерім ол теміржол саласы. Сондықтан мен теміржол саласына мен мыңда бір шүкір алғысымды айтамын. Ол расында сондай бір дүние. Ал енді жетімдер үйіне келетін болсақ, әрине бұл кезең өте оңайға соққан жоқ. Өйткені мен ол кезде енді өзім 13-14 жасында болдым. Енді ол кезде былай қарап отырсаңыз, кіттай бала, бірақ сол 1-2 күннің ішінде есеріп кеттік. Не болғанын түсінбей қалдық. Өйткені бала кезден ондай әке-шешеден айырылу ол оңай нәрсе емес. Сөздің шыны керек, не істеймін деп те мен ойладым. Мен енді сөздің шыны керек өзіме енді, мен бұл нәрсені көп адамға айтқан жоқпын, бірақ дегенмен мен 2-3 рет өзіме қолды сала жаздағам бала кезімде. Өйткені мен өзімнің шешемді өте қатты жақсы көрдім. Енді бірінші шешем қайтты, одан кейін әкем қайтты. Сонда дәл сол кезеңдері мен өзімді 2-3 рет суицидқа да барған тұғым. Енді сондай кезең өте қатты қиын кезең болды. Сондықтан да мен ол нәрсеге көп көңіл аудармауға тырысамын. Енді бұл орысша айтқанда забвенияға кеткен дүние. Мен оны бір сол үңгірдің ішінен тастап, қақпаған жаптым ол нәрсемен. Бірақ енді оған қарамастан, әрине енді Құдайға шүкір, Алла тағала дұрыс жолға салды. Қазақ отбасы мені асырады, бақты, адам қылды. Мен оларға да алғысым шексіз. Бірақ енді бүгінгі таңда енді жаңағы жетімдер үйлерге келетін болсақ, мен де өзім осы түрлі өңірлерге баратын кезде, әрине біріншіден сол өңірге барған кезде мен сұраймын сол облыстың жаңағыдай басшылығынан, сіздердің жетім үйлеріңіз қай жағында, сол жаққа баруға тырысам қолымнан келгенше. Қандай жағдайда, не болып жатыр, қалай болып жатыр деген сияқты. Бірақ енді білуімше, жетім үйлердің жағдайы өте жақсы. Онда мақтанып айтатын нәрсе емес, әрине, бірақ Құдайға шүкір. Өйткені біздің кезімізде дымды болған жоқ. Өйткені неге десеңіздер, мен сізге былай айтайын, жаман айтпай жақсы жоқ, бірақ мен ол нәрсені бірде-бір интервьюда берген жоқ, мүмкін осы эксклюзивті болатын шығар сізге айтатыным. Менде бала кезімде мынандай жағдай болды. Мен айттым, баяғыда бала кезімнен білмеймін, өйткені енді
қанымда бар шығар. Өйткені менің шешем өзімнің туған, ол кісі орыс тілінің және литература пәнінің мұғалімі болды. Әкем ол енді теміржолшысы болды, ол кісі де машинист болды, тепловоз жүргізушісі. Сонда мен бала кезімнен изложение жазу, шығарма жазуға өте мен жақын тұғым, білмеймін не екенін. Сонда мен енді қызылордалық жетімдер үйінде болғанымда бізде андай бір қызық жағдай болды. Мен сізге айтайын, 2004-тің кезінде бізге Меркуравт деген компания келді жетімдер үйіне. Сонда сол кезде жетімдер үйіне келіп, олар енді как называется, спонсорский жаңағы заттарды алып келген. Ол жаңағы теледидарларды алып келді. Сол кездегі DVD енді пайда болып жатқан кезде 2004-тің кезінде. Соларды алып келді. Ал бізде сол заманда 4 этаждық детдомға бір-ақ телевизор болды. Сонда біз қыздар мен балалар группасымен қосылып бір телевизорге бәріміз жабылып көретін, басқа ештеңе жоқ, өткен көретін. Сонда сол дүниелер келді, бәрі болды. Бір кезде енді ол кезде Нұрлан Абдуллинді білемін. Ол кісінің де кейін қолын алғам, соны еске салып. Енді ол кісі ол кезде есінде, мен қалдым ба қалмадым ба кеткен. Мен сол кеште сол кезде мен жүргізгенмін. Жаңағы кісілер келген кезде мен жүргізуші, ведущий болдым, сол 14 жасымда сонда. Сол кісі сол кезде қолым алып суретке түсіп, бірақ ол кезде суреттер жоқ, өкінішке орай. Ол кезде телефон да жоқ болды, былайынша суретке түсіп қалатындай. Қазір Құдайға шүкір жатқаным сол. Сонда мынандай бір қызық жағдай болды. Жаңағы дүниелер жоқ болып кетті. Келген теледидар, DVD плеерлар, ештеңе жоқ. Сізге әкелді, көздеріңізше сыйлады. Бірақ одан кейін жоқ. Негізі беріп кетті. Бірақ басшылық қаққа берген бір бет. Сөйтіп бір қызық болды. Енді оған мақұл дедік, үндеген жоқпыз. Одан кейін бір қызықтар болды. Біз енді тамақ ішіп жүрген кезде, сол кезде мысалға кіттай бала болса, дошкаленок дейміз ғой, мектепке баратынға дейін. Болмаса жаңағыдай 15 жастағы 14 жастағы балаға бірдей рацион тұғын. Сіз ойлаңызшы, сіздің асқазаныңыз бен кіттай баланың асқазаны екеуі екі түрлі ғой. Сонда біз тамаққа тоймаймыз, қарнымыз ашады. Кейде түнде столовыйға жаңағыдай түсем тұрлыққа, өткен нан жегіміз келеді. Ол амал жоқтан қылмыс десек те артық емес. Сондай жағдай болды. Ол қазіргі кезде жылайтын дүние, былайынша күлетін емес. Одан бөлек, сол бір күні біз таң қалдық, тамақтың бәрі қаққа кетіп жатыр деп. Сөйтіп 3-4 бала болып ұйымдасып қарасақ, қазір сол кезде поварлар жаймендеп тамақты ұрлау дүниесіне алып кетті. Жаңағыдай бізге беретін добавкалардың бәрін жинап, ақыраяғында соңғы жағында пирожковоз келеді, бұрынғы ескі москвич. Соған тиіп, сосын бір күн қарадық, 2 күн қарадық, 3-ші күні келген кезде біз не қылдық? Бір бала енді сол кездегі заманауи тілмен айтқанда атасқа тұрды, жан-жақ қарап не болады, қалай болады деген сияқты. Шухер. Бошкілер дайындаған кезде біз бардық дағы аударып тастадық. Саған да емес, бізге де емес деген сияқты. Енді қызығы болған, менің сол кезде әбден тойынып ол нәрсеге. Бізде Қызылордада облыстық газет бар тұғын. Кому что деген газета, ол қазір де бар, ұмытпасам. Сонда мен сол редакциясына барып, мен ақша істейтін тұғын бала кезімнен. Егер де бір бет жазсаңыз, жаңағы статья жазсаң, яғни редакция өтеді, басқа болады, 1500 теңге береді. Ол кезде 1500 теңге үлкен ақша. Егер де 1,5 бет болса, 750 теңге, бір столбы болса, бір столбек болса, бір беттің 500 теңге береді. Сонда мен бел будым осы бәлең бәрін жазуға. Бірақ соңғы жіберген ошибкам, енді жұрттың бәрі қазір қалай аноним түрде жазбайды ғой, кім айтқан. Мен ол кезде статьяның бәрін жазып, не болған, теледидардың келіп кетіп қалғанын, бізге келмей, тамақтың бәрін дұрыс берілмейтінін. Соңында Шиповский Геннадий жазып қойғам. 3 күннен кейін детдомға прокуратура келді, санэпидстанция келді, милиция келді, масқара қызық болды. Бір-ақ күнде шығарды бүкіл жаңағы нелердің бәрі, DVD-лердің барлығын. Бір ай шығармаған DVD-лердің барлығын. Бір-ақ күнде шығарды. Тамақты да бере бастапты. Бірақ одан кейін өкінішке орай мен персона нон грата болдым. Өткен неге десеңіздер, барлық сол жердегі үлкен воспитательдер мен әбден қысып, қинап, жаңағыдай. Сөз ішіндегі мен сол жерден детдомнан қашуға мәжбүр болдым. Қашып кеттіңіз? Қашып кеттім. 3 рет қаштым мен, бір емес. Қайда бардыңыз? Өткен ол кезде бір қазақша айтқанда саяси қудалау болып кетті детдомның ішінде. Бірақ енді мен ақиқатты айттым, ақиқатты жаздым. Кейін мен қашып кеткеннен кейін де қайттан енді өзіміз мектеп бітіріп балдармен кездескеннен кейін де, осы мектепті бітіргеннен кейін де, жетім үйді бітірген балдармен кездескен кезде талай балдар қолымды келіп алды. Сен болмасаң біз балаңыз бітеткенбіз ғой деп. Сенен кейін ештеңе тықпайтын болды. Ал оған дейін қаншама зат келіп, қаншама кетіп барады.
Мен бұл жерде ешкімге ештеңе демеймін, өйткені сол жаңағы жетімдер үйінің директоры да қазір о дүниеге кетіп қалды, жаман жер айтып бармасын дегенде, қазақтың бір жақсы сөзі бар. Жетім көрсем жебей жүр деген. Одан бөлек мынандай бір мақал бар. Жетім баланы ұрма дейді, оны Алла тағала ұрған дейді. Алла тағаланың қасына сен кімсің деп айтады дейді. Сондықтан да мен сол нәрсені ұқпаған кісілерге таңғаламын. Енді жетім баладан ұрлау деген ол меніңше масқара сияқты. Жалпы осы қысқа. Енді мынандай дүние, тілді де айттық, көтердік. Менің каналымда ресейлік пропагандисттерге арналған 3-4 выпускым бар. Себебі бір инфоповод шыға ма, мен шыдай алмаймын. Сол күні кешке түсірем, салып жіберем. Енді түсінем, ол жайлы мемлекет басшысы да айтты. Жеке өзіңіздің көзқарасыңыз айтып тұрғаным, жаңа Жириновскийлер, Федоровтар, өздерінің сайлау алды механизмдері, осыған көзқарасыңыз. Бұл жердегі бір айтылатын нәрсе, мысалға адамдар кейбір сау адамға сен ренжи аласың, мысалы өткен ол сауатты кісі бір дұрыс нәрсе айтпаса, оны ренжуге болады. Шынымды айтсам, мен сауатсыз, тарихты білмейтін кісілерге ренжи алмайды екенмін. Өйткені сауатсыз адамдар. Сөздің шыны керек. Өздерін жаңағыдай орыс тілінде айтылатын сөз бар ғой, слышат звон, да не знает, где он деген сияқты. Бұндай кісілерге даже комментарий бергім де келмейді сөздің шыны керек. Өйткені өзі не айтып тұрғанын адам білмейді да. Және де өзі де біз сол айтып отқан елдің өзіміз стратегиялық бүгінгі таңда партнер болып табылатынымызға қарама-қайшы шығып келтіріп тұрып, екі араға от салатын адам, менің ойымша, ол білімсіз, сауатсыз адам сияқты меніңше. Осы адамдар жайлы айтып бастадық. Енді қазіргі жағдай барлығымызға түсінікті, карантин, вакцинация деген сияқты. Өзіңіз вакцина алдыңыз. Вакцинаға қарсы немесе коронавирусқа сенбейтін адамдар жайлы ойыңыз? Кейбір кісілер айтады, ойбай, вакцина алдық, біз түбінде ауырып жатырық дейді. Айналайындар, мына камераға айтып отырмын, мысалы айналайындар, сіз егер де мысалы өзіңіз тұмауға қарсы екпе салсаңыз, сіз тұмаумен ауырмайды деген сөз емес қой ол. Сіз тұмаумен ауырған кезде жай ғана жеңіл түрде ауырып шығатындығыңыз оның барлығы. Дұрыс па айтып тұрған? Дәл сол жаңағыдай ковидқа байланысты екпеңді дүниесі солай. Ол барлық жерде бір формула. Мен мысалы биогенетик емеспін, бірақ дегенмен жалпыма түсінігім бар ол нәрседен. Өйткені өзімізде жан-жақты түрлі зерттедік, қарадық оны. Мен атап өткенде топ-листында біраз азаматтың да өзінің бір выпуск бойынша өзінде біраз ақпарат берген, негізі жақсы. Онды қарайтын болсақ, ол ғылымдардың дәрежесіне беріп тұрған ақпарат. Ол әрине тек қана біріншіден иммунитеттің күшейтуі, өйткені өлі вирус ағзаңызға енгізіледі. Ал енді қарапайым қазақ тілінде айтқанда, өзіңіздің ағзаңыз болса, сол ағзаға өлі вирус енгізіледі да, ол сізге ешқандай зиян келтірмейді. Бар болғаны сіздің иммунитетіңіз оның структурасымен танысады. Оның коды қандай, генетикалық коды қандай екенін, ол келген кезде жаңағыдай бір, мысалы сіз біреумен енді бетаулақ бір төбелесетін болып жатсаңыз, бірақ осал жерін қарайсыз, қай жерін ұрсам құлап қалады, бүйректен ұрсам бірден құлай ма деген сияқты ғой, мысалы дұрыс па? Ол да солай ғой, мысалы иммунитет, онда жан-жақты зерделеп қарайды ол жаңағыдай ауруды. Сосын оның осал жерін тауып, ол жеңуге тырысады. Жалпы айтқанда читер ғой енді. Геймердің тілімен айтқанда читерлар ғой негізінде. Ескі жау атыспаққа жақсы дейді ғой. Алдын ала танысып алады, көрісіп алады деген сияқты. Көп рахмет сізге. Алдағы барша жұмыстарыңызда, бастамаларыңызда сәттілік. Мен ойлаймын, біздің көрермендеріміз өздерінің лүпілдерін, лайктарын, комментарийлерін қалдырып, менен қойылмаған сұрақты комментарийге қойсаңыздар, жазсаңыздар, міндетті түрде жеткізуге тырысам. Көп рахмет. Сіздермен болған Геннадий Геннадьевич Шиповских, парламент мәжілісінің депутаты, және мен Болат. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.